Қайырлы күн көрермендер, Көркем тоқыма каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін оң және теріс қатарлар тоқып үйренетін боламыз. Спицаға ілгектерді ілу туралы бұған дейін видео түсірген болатынмын. Көріп үйренсеңіздер болады. Тоқымамызды бастамас бұрын бір спицімізді шығарамыз және сол жақ бетінен арқылы бастаймыз. Бірінші ілгекті тоқымастан тек іліп аламыз. Екінші ілгектен бастап біз теріс тоқымаларын тоқитын боламыз. Теріс қатарда теріс тоқыма тоқитын боламыз. Ол үшін тоқымамыздың ілгектің алдыңғы қабырғасын, алдыңғы қабырғасы, ал мынау артқы қабырғасы. Алдыңғы қабырғасы арқылы негізгі жіпті іліп алып, жұмыс жібін шығарамыз. Негізгі жіпті спицаның алдыңғы бөлігіне өткіземіз. Ортасынан кіргіземіз. Алдыңғы жақ бетіндегі қабырғасын кішкене созамыз және негізгі жіпті іліп аламыз. Осылайша жұмыс жібін шығарамыз. Сол қолымыздағы ілгекті түсіреміз. Осылайша ортасына кіргіземіз ілгектің. Алдыңғы қабырғасын тарта отырып, негізгі жіпті іліп аламыз және сол қолымыздағы ілгекті түсіреміз. Қатарымыздың соңына дейін теріс ілгектерді ілу арқылы тоқып шығамыз. Қатарымыздың соңында теріс тоқитын боламыз. Қатарымыздағы соңындағы ілгекті теріс тоқимыз, басындағы ілгекті тоқымастан тек іліп алып отырамыз. Сонда біздің бұйымның жиегі әдемі болып шығады. Міне мынау тоқымамыздың оң жақ беті. Осы оң жақ бетіне оң тоқымаларды тоқу үшін біз оң тоқымалар тоқимыз. Ол үшін ілгектің артқы жақ қабырғасына арқылы негізгі жіпті тартып аламыз. Негізгі жіпті осылайша ілеміз де жұмыс жібін оң қолымызға жинаймыз. Сол қолдағы спицадан түсіреміз. Ортасына кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп аламыз. Негізгі жібіміз спицаның артқы жақ бөлігінде орналасады. Қатарымыздың соңына дейін оң тоқымаларды тоқимыз. Қатарымыздың соңында ілгекті теріс тоқимыз. Осылайша біз үшінші қатарымызға да келіп жеттік. Қатарымыздың басындағы ілгекті тоқымастан іліп аламыз. Екінші ілгектен бастап теріс тоқитын боламыз. Бірінші қатардағыдай алдыңғы қабырғасы арқылы спицаның алдыңғы бөлігінде орналасқан негізгі жіптен жұмыс жібін шығарып аламыз. Сол қолымыздағы спицадан ілгекті түсіреміз. Қатарымыздың соңына дейін теріс ілгектерді тоқу арқылы тоқып шығамыз. Соңғы ілгекті теріс тоқитын боламыз. Міне біз қатарымыздың соңына жеттік. Біздің тоқымамыздың оң жақ беті осындай әсем өрнектер шығады. Мен бірнеше қатар үлгіге тоқыдым. Осындай әдемі ұқыпты тоқыма болады. Бұл тоқыманың негізгі түрі оң және теріс қатарлар тоқу арқылы көптеген бұйымдар тоқып алуға болады. Теріс жақ беті бұл бұйымның көбінде іш жақ бетіне пайдаланылады. Басында іліп алып соңғы жағын теріс тоқығандықтан жиегіндегі ілгектеріміз айқаспастан осындай ұқыпты болып шығады. Әдемі, Бүгінгі видео сабағымыз ұнаса, каналыма тіркеліп,
пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта көптеген өрнектер түрін үйренетін боламыз және дайын бұйымдарды тоқуға көшеміз.